Жиын барысында әлеуметтік мәселелер де көптеп көтерілді. Олардың қатарында мүгедектігі бар азаматтар бір қатар көп қабатты үйдің алдында пандустар қаралмағанын айтып шағымданды. Ол немақайлық танытқан былай тұрсың, даже бір кекетіп мұқатқан сияқты болды. Өйткені мен Асар мөлтек аудандағы көп қабатты үйлердің бірінде тұрам. Ол жерде пандус жоқ, күнделікті жұмысқа баратын болған. Әлсірме жоқ па, пандус жоқ па? Жоқ, ол кісі уәде де берген жоқ. Қайтаға мен саған бір адам сайлап беруім керек па, күнде сені бүйтіп шығарып жүру керек па, бүйту керек па, үйту керек па дейді. Сіздерде әдеп жөніндегі уәкіл бар ма? Әдеп жөніндегі уәкілге мына кісінің мәселесін қарату керек сияқты. Пандусты істеп береміз. Ол бірі маған қажет емес. Сол сұрақ пандус қой мәселе. Істеп береміз. Мен сізге қазір уәде беремін. Енді қатты ондай деп ойламаймын. Себебі мен ол кісіге сенемін. Қазір өкінішке орай әртүрлі адам бар. Бір мәселе шешілмесе, сені жерден салып жерге салып. Жоқ, ол кісінің ол маған семей-ақ қойсын да, бірақ маған біздің міндетіміз сіздерге жағдай жасау біздің міндетіміз. Жоқ, жаңағыдай айтса болар еді да, көрерміз, қарастырармыз, мәселеңізді шешуге тырысамыз дегенде болар еді. Нәрсемен сізге тиген болса, мен кешірім сұраймын ол кісі үшін. Біздегі негізгі мәселе жаңағы пандус қой, мен ана кісінің сөзіне кішкене қоса кетейін. Рас, 30 домда ешқандай пандус жоқ. Біздің даже өзіміздің үйіміздің өзінде мүгедектігі бар кісілер бар. Шығу кірулері өте қиын. Ол кісілерге такси де қарастырылмаған. Асардың мына 30 дом бар. Жақсы, Гүлзира барып, Олжас барып, соны істеп береді. Оны салған компания ағамыз қастымызда жүр ғой? Енді ол үшін әкімге айтудың қажеті. Бұл кісі білмеген қалған шығар ағамыз. Енді біздің ол жерге көшпегеніміз уже 8 жыл болып жатыр ғой. Біз сіздің алдыңызға бірнеше мәселемен жазылғанбыз. Енді жұмыс көп, атқарылатын мәселелер көп еді. Бізге әлі кезек келмей жатыр. Енді осы жерге келгеніңізге қуаныштымыз. Осы моментті пайдаланып айтып қалайын. Өте дұрыс, бәрін айтыңыз. Көшпелі кездесуде сол мезетте шешілген мәселелер де бар. Мәселен, мүгедектігі бар азамат қоғамдық жұмысқа тартылған дегенменде ол шаһар басшысынан тұрақты жұмысқа алуды сұранды. Дәл сол мезетте бұл мәселе өз шешімін тапты. Сол кезде жұмыспен жәрдемдесем деген едіңіз, бірақ мен қазірше уақытша ақылы қоғамдық жұмыста істеп жатырмын. Соны енді тұрақты жұмыспен қамтылуға жәрдемдессеңіз. Сол айтқан уәдемде тұрдым ғой мен сізге. Сіз істеп жатырсыз ғой. Енді соны тұрақтыға ауыстырайын деп жатырсыз. Сізге уақытша деп біреу айтты ма, уақытша деп? Жоқ, енді ақылы қоғамдық жұмыс болғаннан кейін ол декабрь айына дейін ғана. Сізге ыңғайлы қандай жұмыс болса, соны қараңыздар. Істеп жатқан жұмысыңыз ұнайды ма өзіңізге ыңғайлы? Онда ары қарап пролонгация істеп беріңіздер. Жақсы ма? Осы ұнаса, осыны созып берсек болды ма сізге? Солай болады ма? Жоқ, маған енді негізінде қоғамдық жұмыс болғанда былай ғой. Бұл жерде барлығымызға бірдей не қалады. Менің енді жоғары білім болғаннан кейін тұрақты жұмыс болса, ол кезде мен 11 ай істегеннен кейін маған ақылы демалыс беріледі. А бұл жерде демалыс бізге берілмейді ғой. Сізде жарамды деген бар қағаз. Жақсы, онда тұрақты жұмысқа қай салада істегіңіз келеді? Қазір мен Шайын театрында жұмыс істеп отырмын. Маған енді сол жер ұнайды, уже үйреніп қалдым. Жақсы, онда барып келгенмін. Кім? Сөйлесіп жатқанда бәрі арырап кетіп қалғанын қойсын. Бәрі жақын тұрсыңыздар, жақын тұрсыңыздар. Бәріңіз деп тұрады. Әңгіме болып отыр, уже шақыра беру керек. Шайын театрында істеп жатыр апайымыз. Уақытша жұмыс, келісім шартпен. Соны тұрақтыға ауыстырып беріңіздер. Жақсы ма? Соны шешіп беріңіздер. Жақсы, болды, рахмет.